Барлығыңызға сәлем. Осыған дейін 375 күн бойы күнделікті жүгіріп келе жатқан едім. Сол соңғы күннен бері оң аяғымда бір жағымсыз жарақат алып қалдым, сондықтан 3 апта бойы жүгірмедім. Келесі күннен 376 деп бастайын деп едім, бірақ ол мүлде дұрыс емес екенін түсіндім, өйткені күнделікті деп саналмай кетеді. Сондықтан мен бүгін бірінші күннен қайтадан бастайын деп отырмын. Жаңа екінші деңгейге шығу үшін қайтадан бастау керек екенін түсіндім. Және де бұл жолы бір модификация қостым. Ол күнделікті таңертең сағат 6-дан 8-ге дейін ояну, және де сол уақыт аралығында жүгіру, желательно жүгіру. Және де әрине мен ағылшынша түсіремін, өйткені өзімнің ағылшыншамды қайтадан практикаға қосу керек, және де сол видеоларды күнделікті салу керек болады. Бірақ ол басқа каналдарда болады, оны бір күні көрсете жатармын тағы да. Мүмкін қазір де көрсетіп қалам. Бірақ ағылшынша да түсіру керек, оны да кішкене түзулеп, жақсылап тұрып салу керек деп ойлаймын. Сондықтан бүгін туған күнімнен қайтадан бірінші күннен басталды. Қайтадан жаңа челлендж ашылды деп жариялаймын.